Сәлем достар, біз сіздермен дұрыс көпбұрыштар тақырыбынан алған есептерді шығардамыз. Бізге келесі берген тапсырмада шеңбердің радиусына перпендикуляр және радиусын теңде екіге бөлетін хорда осы шеңберге іштей салынған дұрыс үшбұрыштың қабырғасы екенін дәлелдеуіміз керек. Алдымен бізде берілген ОА осы шеңбердің радиусы. Яғни бізде шеңбер берілген. Шеңбердің центрі О нүктесі, радиусы ОА-ға тең. Осы және ол ВС хордасымен қиылысады, қиылысу нүктесіне теңде екіге бөлінеді. Яғни бұл нүктені Е нүктесі дейміз. Сонда бұл жерде радиусымыз ОА перпендикуляр хорда ВС-ға. Және радиусымыз осы хордамен қиылысқан кезде теңде екіге бөлінеді. Яғни мына бөлікке тең. Жазамыз. ОЕ тең ЕА-ға. Және бізде балалар теорема бойынша радиус болсын, келе диаметр болсын осы шеңбердің барлығы кез келген хордамен қиылысқанда хорданы теңде екіге бөледі. Перпендикуляр және теңде хорданы екіге бөледі. Яғни бұл жерде ВЕ тең болады ЕС-ға. Енді осы жерде біз О төбесінен, яғни шеңбердің центрінен В мен С-ны қосақ. Бұлар да шеңбердің радиусы болады. Қосатын болсақ. ОС және В. Бізде пайда болады тең берлі үшбұрыш. Үшбұрышымыз ВОС үшбұрышы. Үшбұрыш ВОС тең берлі үшбұрыш. Тең берлі үшбұрыш. Енді тең берлі үшбұрыштың оның екі бүйір қабырғасы тең. Енді бізде осы тең берлі үшбұрыштың өзі биіктігінің өзі тағы да екі үшбұрышқа бөледі. ОЕС және ОЕВ. Бұлар тік бұрышты үшбұрыштар. Үшбұрыш ОЕВ және үшбұрыш ОЕС. Тік бұрышты үшбұрыштар. Тік бұрышты үшбұрыштар бойынша бұлардың бір бұрышының градустық өлшемі 90 болатын болса, және осы бізде радиус, яғни радиусты белгілеп алайық. ОА радиус және ОС радиус, ОВ радиус, бұлардың барлығын мәні R-ға тең. Ал ОЕ осы радиусын жартысына тең. Яғни ОЕ мен ЕА 2/1 радиусқа тең. Ол үшін еске түсірек, бізде радиусын ұзындығы R-ға, ОЕ-нің ұзындығы 2/1 радиус болса, яғни бір катеті осы тік бұрышты үшбұрыштың радиустың жартысына тең. Ал бұл тік бұрышты үшбұрышта радиусымыз гипотенуза. Яғни егерде тік бұрышты үшбұрышқа 30 градусқа қарсы жатқан катет гипотенузаның жартысына тең болса, онда осы қабырғасы тең болады. Яғни бізде мына бұрышымыз 30 градусты құрайды. 30 градусты құрайды. Сонда 30 градусқа қарсы жатқан ОЕ катеті гипотенузаның жартысын құраптыр. Сонда бір бұрышының градустық өлшемін таптық. Бұрыш ОСЕ бұрышы 30 градусқа тең. Яғни бізде ОЕС бізде 90 градус болса, онда бұл О төбесіндегі бұрышының градустық өлшемін таба аламыз. Яғни 30-90 болса, ЕОС бұрышы, бұрыш ЕОС 60 градусты құрайды. Басқаша айтатын болсақ, бізге центрлік бұрышымыз ВОС бұрышы. Осыған керілген хорда ВС хордасы. Ал осы жердегі хорданың градустық өлшемі, яғни кез келген жанама жүргізетін болса, осы центрлік бұрыштың жартысына тең. Ал бізде берілген кез келген тең қабырғалы үшбұрыштың бір бұрышы 60 градусқа тең. Ал бізде осы бұрыштың бисектриссасы болғандықтан, яғни 30-ты құрайды. Және бұл жерде үшбұрыштар теңдігіне келтіретін болсақ, бізде бар қабырға және арасындағы бұрыш. Қабырға және арасындағы бұрыш. Үшбұрыштар теңдігінің бірінші белгісі бойынша бұл екі үшбұрыш тең. Немесе тікбұрышты үшбұрыштардың теңдігіне де келтірсе болады. Яғни үшбұрыш ЕС
ОС үшбұрышы тең болады үшбұрыш ВЕО үшбұрышына тең. Бұл екі үшбұрыш тең болатын болса, қараңыздар, бір бұрыш 30, екінші мына бұрышы да 30 градусқа тең, себебі ОВ радиус, ал оның бір катеті 2-ден 1-ге тең. Олай болса, біз етсінің ұзындығын радиус арқылы таба аламыз. Пифагор теоремасы мен тікбұрышты үшбұрыштан етсі қабырғасын табайық. Етсі қабырғасы тең, квадрат түбірасындағы 30-ның квадратынан азайтамыз ОЕ-нің квадратын. Сонда радиус арқылы өрнектейтін болсақ, R квадраттан азайтамыз R квадрат бөлінген 4-ті. Ортақ бөлін беріп азайтып түбірден шығаратын болсақ, 2 түбірасты 3-тен R. Яғни етсінің ұзындығы түбірасты 3 бөлінген 2 R-ға. Ал бізге толығымен ватсының ұзындығы керек. Ватсының ұзындығы осы етсіні 2-ке көбейткенге тең. 2-ке көбейтсек, 2-ні көбейтеміз түбірастындағы 3 бөлінген 2 R-ға. Сонда 2 мен 2 қысқарады. Сонда ватсы тең түбірасты 3R. Яғни радиустан түбірасты 3 есе үлкен деген сөз. Енді дәл солай балалар. Бізге бір қабырғасының ұзындығын таптық. Енді дәл солай бір қабырғасы ДВ-ның немесе ДЦ-ның ұзындығын табатын болсақ, онда олардың ұзындығы да осыған тең болса, онда берілген хордамыз тең қабырғалы үшбұрыштың қабырғасы болып табылады. Енді ол үшін алдымен осы ДВ хордасынан О нүктесінен радиусымызды ары қарай созып диаметрге жалғастырайық. Сонда бізде пайда болады. Шеңбермен қиылысу нүктесін F әрпімен белгілесек, бұл да перпендикуляр болады. Перпендикуляр болғандықтан бұл жердегі мына шеңбердің радиусы мен хорда екеуі теңде 2-ке бөлінеді. Себебі бізде мына бұрышымыз 60 градус болғандықтан 60 болған градусымызда 30 градусты құрайды. Мынау 90 болады, мына бұрышымыз 60 градус. Яғни бұның да мәні қиылысқан нүктесін бір N әрпімен белгілесек, N бұның да ұзындығы етсінің ұзындығымен бірдей. Яғни В N-нің ұзындығы қанша болса, етсінің да ұзындығы бірдей. Олардың мәні түбірасты 3 бөлінген 2 R-ға тең. Ал бізге түгел хорданың ұзындығын табатын болса, ДВ-ның ұзындығы тең болады ВЦ-ның ұзындығына. Дәл солай үшінші қабырғасында ДЦ-ның ұзындығына тең. ДЦ-ның ұзындығы. Олай болса берілген есепте, яғни радиус пен хорда қиылысатын болса, қиылысу нүктесінде радиус теңде 2-ке бөлінетін болса, онда осы хордамыз берілген шеңберге іштей сызылған үшбұрыштың бір қабырғасы бола алады екен. Балалар, біз сіздермен қарастырдық дұрыс көпбұрыштар тақырыбынан алған есептердің шығаруын. Келесі кездескенше сау болыңыздар.